кітап өте ұнады маған. Бала Айдаһар туралы. Бала Айдаһар басқаша болады, басқа өзінің бірге туған. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны бірге тамашалайық. Ал біз улап, шулап отбасымызбен бастаймыз. Көріп отқандарыңыздай, ойыншықтардың барлығын бөлек-бөлек қылып сортировка жасадым. Өзіміздің күнделікті ойнап жүрген ойыншықтар бар. Лоджадан бір китайский сумка шықты ғой, ойыншық. Ойнайтындары бар, ішінде ойнамайтындары бар, сынғандары бар. Біреуге беруге болады, таза, былайша, бірақ балалар ойыншық ойнай қоймайды. Сондай ойыншықтардың барлығын бүгін разбирать еттік. Жаңағы киндер сюрпризден шыққан ойыншықтар қаншама көп, майда сынып қалған, жартысы бар, жартысы жоқ. Соның барлығын төртеуміз отырып бөлдік. Легосы бар. Сөйтіп тазартып бір уф деп алдым. Ойыншықтарды разбирать етіп болғаннан кейін баламның шкафына кірсем, Құдай қаласа 2-ші сыныпқа барамыз. 2-ші сыныпқа баруға дайындалдық бүгін. Ал мен балалардың бөлмесіне кірістім. Киімдер кеуіп қалыпты. Соны бүктеп, орнына қойып, оның орнына басқа киім ілемін. Негізі үлкен отбасына сушильный керек екен. Көп отзыв естіп жатырмын ғой, күшті деп. Құдай қаласа біз де оған жетерміз. Одан кейін ойыншықтар, жұмсақ ойыншықтардың барлығын бір жуып алдым. Сафика, сен ойыншығың ба? Менде не шыққанын айтайын. Сафиканың ойыншықтары, майда ойыншықтарды бөлек қойдым. Оны бөлек ұстайтын шығын. Футбольный несі, футбол ойнайтын ойыншығы. Мынаны бөлек қоя тұрам. Әлі София кішкентай болған. Ыдыс аяқ. Мына ойнайтын ойыншықтары балалардікі. Сондағысы бір коробка шықты ғой, полный емес. Тағыда мынандай үлкен ойыншықтары бар. Сосын бір мынандай пакет. Мынау үй құрастыратын. Мынау Майнкрафт Лего и мынау самолетик катапульта дейді.
сосын так мынау құрастыратын тоже мындай бәрін бір-біріне салып құрастырасың. Так, сосын асық. Мына менің асықтарым. Мамам жинаған асықтары. Менің бірінші бала болса ол күтеді ғой. Сондай асықтар. Так, сосын мынандай бір пакет не шықты. Бұл беруге. Ішін көрсетейін. Так, мына ішінде мындай бір пакет ойыншық, үлкен бір машинка и фокусқа арналған. Ой, София, тастама. Ма. Сал анеқа. Жоқ, какай бұл, ма. Сал. И мынандай бір пакет мусор шықты. Керек емес, майда шүйде сынып қалған барлығын тастадым. Білмеймін, қалай түсіретінімді. Штативім сынып қалды. Қазір бірдеңе қоя алсам қоям. Мына столды разбирать ету керек. Суретнан бәрін разбирать ету керек. Содан кейін мына жерді сызып көрсетсе әке сумкаңды. Мынау кеше Астанадан алған кітаптарымыз. Күшті кітаптарынан қараңдар. Қалай жатыр. Так, мынандай сумка алдық. Фломастер алуға барамыз. Магнумнан ала салдық. Негізі өзінің сумкасы бар, кішкене ауырлау. Бұрын сумканы көрсетші батқан. Я, опа. Классно. Бұрынғы сумкасы. Бірақ жақсы на сумка ше. Мындай жерінде, арқасына батпайтын. Ой, молодец. Күшті. Ма, насап қоя сал сумкаңды. И мынау жеңілірек. Не сап қойғансың ішіне? Не? Вау. Шәжесіне алып берді. Маған алып бердің жоқ. Сендерге саған не алып береміз? Күшті екен, андай. Қашан? Барамыз. Алып береміз ғой. Бүгін ба, обязательно. Мындай. Ма, Батырхан сап қой. Мына ішіне тетрадьна дейін салып қойыпты. Дайындап қойыпты. Атқыш. Вау, крутой. Мына математика. Дәптерлерін бәрін салып қойыпты. Яқты. Шкафқа кірістік. Балам барлығын шығарып жатыр ішіндегісін. Енді кішкене қимылдап тұрады, штативсіз. Ренжімеңіздер. Штативімді алдын ала айтып кетейін, сосын жолдасым неғып берді, дұрыстап берді. Барлығын тастайтыны бар. Дипломын көрсетіп жатыр. Садикте алған дипломы ғой. Сөйтіп, мына мусорканы бір бөлек и бұрынғы тетрадьтардан қалған дәптерлерінің сырттарын шығарып алдым. Жақсыларын әлі қолдануға болады. Сосын альбомдарын барлығын бояп тастаптым. Екінші ұлым жақсы көреді сурет салғанды. Сол екінші ұлым көбінесе карандаштарды сол пайдаланады. Альбомдардың барлығы. Мына Батырханның салған суреті. Бірінші сыныпта. Ең астындағысы осы коробкалар ыңғайлы екен, жинаққа тұрады заттар. Қызым бәрі көмектесіп жатыр бірге. Болдық. Так, мынау күшті кітаптарды көрсетейін бір.
қандай кітаптар оқисыз? Дома. Иә, балаларға Ходить со мной. жыртылып қалған көрдіңіздер ма? Ағылшынша, қазақша, 3 тілде. Өте жақсы кітап, өте қатты ұнады. Так, балаларға арналған ағылшын тілі деген. Так, қай жақтікіге? Атык компания, АТК дейді. Жазылмапты қаяқта. Біздің жұмысқа алып келген, сол кезде ала салған тұғынмын. Сөйтсем өте жақсы екен. Қасына қосып, мынандай алған тұғынмын. 300 теңге дейді. Кәдімгі немен мына жерге бояйды. Сосын мына жерге жазып өшіре беруге болады. Барлығы өшіріледі. Ана 1, 2 сандар. Өте әдемі, е? Неше түрлі 10-ға дейін. Так, осы екеуін алдым, вроде бы. Так, 7 жастан дейді. Бірақ балаларыңыз оқи алатын болса, қызық болады деп ойлаймын. Тағы да мынандай жануарлар әлемі, жер және ғарыш, өсімдіктер аруына дейді. Ұмытып қалдым, осыны жұмыстан алдым ба, или неден алдым ба деймін. Мінекей, өте жақсы. Неше түрлі жануарлар туралы, мінекей. Құрт, жәндік, құстар, жануарлар. Мінекей. Осы. Так, мынау Астанадан алған кітап. 3 кітап алдық. Осы моншақ, қоңыз туралы. Сосын қақта. Мен неге қорқамын? Ағасы мен інісі туралы, қорқыныштары туралы. Өте әдемі. Барс. Біздің қазақтың барсы. Мына отбасы. Оқуға да жақсы, ыңғайлы. Өте ұзын емес, қысқа-қысқа. Так, мен неге қорқамын? Сосын мынау кітап. Мынау кітап өте ұнады маған. Бала Айдаһар туралы. Бала Айдаһар басқаша болады, басқа өзінің бірге туғандарынан басқаша болады. Мынау атасы, папасы, мынау анасы. Сөйтіп ең соңында өзінің қандай екенін білет. Сөйтіп міне осындай қызық өте маған ұнады. Жазуларды көрдіңіздер ма? Жазуларды жақсы. Міне, ал сен не істер едің дейді. Ең соңында осындай нелері бар. Так, Бала Айдаһар. Так, сосын мен неге қорқамын? Моншақ. Мынау бізді мектепте берген кітабы. Ой, апай. Мынау ағылшынша үйренуге жақсы. Қазір ағылшынша барлық жерге керек қой. Сказки малышам на мама алып берді ау деймін. Ұмытып. Иә, мама алып берді. Орысша кітаптар өте. Ой! Не надо, пожалуйста. Орысша кітаптар. Мына осы қыз ғой жыртып жүрген. Ана үлкен кітапты. Мынаны Батырханның садигінде берді. Кеме, ұшақ туралы. Білмей, бұл тілі қиындау. Советовать етпеймін. Тілі өте қиыннан көрдіңіздер ма? Зорға дегенде мындай бөліп оқып. Біз ең басында оқығандарымыз ғой. Шадыман деген, например. Шадыман дегенді бірінші класстың баласы түсіне береді деп ойламаймын. Үлкен мектепте, үлкен сыныпта оқитындарға арналған сияқты. Полицейлер операциясы. Санаулы күннен кейін межелі жерге деген. Қиын ғой балаға. Сол. Так, мен енді
Карандаштарды дұрыстап не қылам, керек емесін. Ай, мына карандаштың ала бергеміз. Маскаға дейін жүр. Бірінші сыныпта маска киді ғой. Осыны дұрыстайым болды сосын. Вау! До и после аламыз ауына. Болды. Дәптерлері. Астындағы несі. Кітаптар. Қойдық. Мына жерге кітаптар тұрады. Күшті. Ал. Батыр. Мама. Сережка не алсай? Ластик алсай, бір ластик. Күшті кім не? Күшті. Нағарана күшті кен. Сайтама. Алайын ба? Роботтар бар екен. Вау. Күшті, я? На круассан, не круассан екен. Қарашы, мынандай ме? Так, что в итоге? Күнделік алдық. Альбом для рисования. Алиханың альбомы. Мастерім көрсетті. Брелок. Самый керек нәрсе. Брелок. Күтке. Так, ручкалері бар түгін. Просто ала салдық. Екі ручка. Пластик, клей. Ашай, салып қой бірақ, ішіне. Так, дәптер. Дәптер 35 теңгеден алдық. Бұдан да аппағы бар екен, 40 теңгелік. Білмеймін, бұдан басқаша алып кішкене. Осындай. Сосын так, дәптер алдық. 20 теңгелік бар екен, ол
мынаның нелер сызықтары көрмеймін онша. Gene yazı gerek ben. Так, сосын Алихан мынандай алды, жабыстыратын. Шаш болып қапты. Мынандай алды. Шу. И Алихан фломастерін көрсетші. Уже жазып атсың ба? Қызыл цвет жақсы көретін цвет. Мындай фломастер 1500 теңгеден. Ой, жабысып жатыр ғой уже. Уа! Ama istedim. Nasıl yazıyorsun? Nasıl lipkiken? Lipkiken mi? Lipkiken mi? Ой. Aman. Tamam. Üzgün yazıyor. Ya. Саған да жабысады екен. Күшті ме? Ben izaltı. Anca sesi bir. Ранда. Вау! Катя. Не қарайдыр. Новый сияқты. Я рюкзагын киіп алсай. Смотри. Қаш. Жағаң тұрса. Кән, айнал. Вау, рюкзагын көрсетсей бірінші. Не қарайды. Дайынсың ба? Вау, крутой. Шүкір Аллаға, осымен дайынбыз. Қандай гүл алатынын ойланып отыр. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.